Сәлеметсіздер ме? Видеоны көрмес алдын арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қалай мәнерлеп оқуға болады? 5 тәсіл жайлы айтатын боламыз. Бірінші тәсіл – интонацияны дұрыс пайдалану. Сұраулы сөйлемдерді көтеріңкі дауыспен аяқта. Лепті сөйлемдерде эмоцияны айқын көрсет. Хабарлы сөйлемдерді ойға қонымды, түсінікті айт. Интонацияны дұрыс пайдалану арқылы мәнерлеп сөйлей аламыз. Сұраулы сөйлемдерде көтеріңкі дауыспен аяқтау керек. Лепті сөйлемдерде эмоцияны айқын көрсету керек. Мысалы, бүгін мен сондай қуаныштымын. Бұл жерде айқын көрсетіліп тұр. Екіншісі, темп пен екпінді реттеу. Маңызды сөздерге ерекше екпін түсіріп, баяу немесе жылдам оқуды мәтін мазмұнына қарай сәйкестендіру. Мысалы, «О, тәңірім, неткен жан едің?» Бұл жерде «О, тәңірім, неткен жан едің, жүрегің, етсем беледе қоладан ба» деген сөйлемді алатын болсақ, «О, тәңірім» дегенде осы екпін ерекше түсіп тұр. Осы арқылы мәнерлеп сөйлей аламыз, яғни темп пен екпінді реттеу. Мысалы, бір нәрсені оқып жатқан кезде екпінді дұрыс түсіре білу керек. Яғни, мысалы, бүгін балалар сабаққа бара жатыр. Ертең екінші күн. Бүгін мен кеш келдім. Бұл жерде екпіннің реттелуі болып жатыр. Мәтіннің мазмұнына қарай сәйкестендіру керек. Яғни осы баяу немесе жылдам оқуды мәтіннің мазмұнына қарай сәйкестендіру. Мәтінде көбінесе баяу және жай болып келеді. Үшіншісі, дыбыстау мен артикуланы дамыту. Әріптер мен сөздерді анық, түсінікті айту үшін тіл жаттығуларын жасау және айна алдында оқу. Айна алдында оқысақ, айнада осы өзімізге сенімділігіміз артады және де дыбыстау сөздеріміз жақсы болады. Яғни өзімізді дамытамыз. Яғни дыбыстау мен артикуланы дамытамыз. Әріптер мен сөздерді анық айту үшін жаттығу істеу керекпіз. Яғни аузымызға жаттығу істейміз, яғни тілдерімізге. Мысалы, анық деген сияқты сөздерде қыны ерекше жеткізе білу керек, яғни анық жеткізе білу керек. Сол себепті айнаның алдында өзімізді жаттықтырсақ, жаттығу істесек, өте керемет болады. Осылай арқылы мәнерлеп сөйлей аламыз. Мысалы, айнаның алдында тұрып, өзіміздің тілімізді жаттықтырамыз. Тілді жаттықтыру үшін осы көптеген ұзақ сөйлемдерді айтамыз, қайталап айту керекпіз. Мысалы, жаттығуларын, бүгінгі жаттығуларын жасау керек, ертеңгі жаттығуларын жасау керек деген сияқты жаттығу. 4. Көзбен оқу мен мағынаны түсіну. Сөйлемдерді бөліп оқымай, мәтіннің мағынасын толық түсіну арқылы тұтас айту. Көзбен оқу, мағынаны түсіну арқылы сөйлемдерді бөліп оқымай, барлық мәтінді түгелдей оқу керекпіз. Яғни мәтіннің тақырыбына мән беру керекпіз, сол кезде миымыз тезірек қабылдайды. Көзбен оқу мен мағынаны түсінуді айырмашылығын білу керекпіз. Сөйлемдерді бөліп оқымай, бәрін бірге оқу керекпіз. Және де оқып жатқан кезде түсініп, не туралы оқып жатқанымызды білу керекпіз. 5-шісі, сезіммен оқу, мәтіннің эмоциясын сезініп, кейіпкерлердің көңіл күйін дауыс арқылы жеткізу. Мысалы, «О, алақай, бүгін атам келді!» Бұл жерде «О, алақай» деген жерде мәтіннің эмоциясын сезініп, кейіпкерлердің көңіл күйі шығып жатыр. Мысалы, «О, алақай!» Бұл жерде қуанып тұр. Мысалы, «Мен бүгін бара алмаймын, себебі қатты қапалы болдым». Бұл жерде реніш болып тұр. «Бүгін мен бара алмаймын, саған қатты қапа болдым». Бұл жерде дауыс арқылы, яғни көңіл күйді жеткізіп тұр. Видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.